Ассаламу алейкум достар, сендермен мен Нәки арнасы және де Нәки үйретеді рубрикасы. Бүгінгі видеода біз Photoshop CS6 программасын өз компьютерімізге либо ноутбукке қалай жүктейді, сол туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Видеоны бастамастан бұрын осы видеоға лайк басып, және комментарияға өз ойларыңызды және де қандай туториалдар түсіру керек, сол жайлы жаза кетсеңіздер керемет болушы еді. Ал біз видеомызды бастаймыз. Ең алдымен видеоның описаниясына кіріп, ссылкаға басып Яндекс дисктен Adobe Photoshop CS6 Nurba Show деген папканы скачать етеміз. Adobe Photoshop'ның ішіне кіргеннен кейін мұнда біреу файл, текстовый документ пен приложение Adobe Photoshop деген тұрады. Бізге Adobe Photoshop'ке кіру керекпіз. Мышканың жағын басамыз, запустить от имени администратора. Осылай ашылады. Бұл жерде Adobe Photoshop қай жерге барады, яғни менде program файл 86-ға. Далее. Болды, бұны мен қазір установить етпеймін, менде установить етілген. Сосын установить етіп болғаннан кейін сіздерде осындай Photoshop CC64 пен Photoshop CC деген тұру керек. Бізде Photoshop сәтті жүктелді. Енді кірем екен, кірмейме қазір көретін боламыз. Photoshop CC64-ке кіреміз. Мінекей бізде Photoshop-ке кірді. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл Photoshop CS6. Бұнда сіздер басында установить еткен кезде ағылшыншада тұру мүмкін. Оны орысшаға қалай қойдырамыз? Бірінші файлдың шетіндегі редактированиеге басамыз, установки, основные, немесе Ctrl-K деген кнопканы бірге бассаңыздар шығады. Настройки, интерфейс. Интерфейсің шетінде язык интерфейсі деп тұрады. Сіздерде английский тұру мүмкін. Оны екінші русскийге қоямыз. Окей, болды. Сіздерде орысша Photoshop установить етіледі. Тағы да қайталап өтемін, егерде видеоны асса, осы видеоны астына басып лайкты аямай басайық, және де өз ойымызды комментарияға жазып кетейік. Келесі туториал не жайлы болсын. Сендермен болған мен келесі жүздескенше сау болыңыздар.